Hey, ассаламу алейкум достар, Кубра арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде Технабро рубрикасы. Жалпы достар, менің аудиториямның көпшілігі студенттер мен оқушылар болғандықтан, подписчиктер мобильді ойындарды ойнап, күнделікті тапсырмаларды орындай алатын және әрине қолжетімді арзан қандай смартфон алса болады деген сұрақты жиі қояды. Шынымды айтсам, бюджеттік смартфондар нарығы қазір өте жақсы дамуда, бірақ бәрі бірдей жақсы универсалды құрылғыны арзан баға өкінішке орай ұсына алмайды. Бүгін болса менің қолымда Poco брендінің кезекті құпия қорабы, ішінде не бар екенін қазір бірге көреміз. Және жап-жаңа Poco C65 смартфонына толықтай шолу жасайтын боламыз. Дайынсыз ба? Кеттік онда. Так, осындай қорап достар, ешқандай жазуы жоқ, тек қана осындай қақпағында ғана Poco деген жазуды көре аласыз. Микросхеманың суреттері, енді ішін ашып қазір бірге көретін боламыз. Я достар, біріншіден мынандай Poco Watch сағаты бар екен. Poco білесіздер, Mi Band және де осындай сағаттарды шығарады, смарт сағат болып келеді. Оны ашып сіздер көрсетіп, оған бөлек тоқталу қажет емес деп ойлаймын. Жалпы қара түсті, 1.6 дюймді AMOLED HD дисплей, түрлі 100 фитнес программалары бар, водонепроницаемый, датчик кислорода, GPS, GLONASS және де көптеген бағдарламалар мен датчиктер бар екен. Жалпы бюджеттік смарт сағатқа сатып алуға тұрарлықтай сағат. Және де әрине мен айтып кеткен Poco C65 жап-жаңа смартфоны, оны қазір бірге ашып тексеріп көреміз. Онымен қоса қорапта біз мынандай керемет худиді көреміз. Go Poco! Худиларға енді мен өте қатты байыдым дейді. Так, достар, енді смартфонның өзінің комплектациясын көрейік. Қораптың ішінде смартфонның өзі, мынандай конвертті табамыз, крепкасы бар әрине, және де гайд пен документациялары бар. Сонымен қатар 1 метрлі Type-C кабелі, және әрине біздің стандарттағы блок питания. Ал енді смартфонның өзімен танысайық. Смартфон әдемі әрі стильді көрінеді, көп жері пластиктен жасалған, рамкалары тік, бұрыштары сәл дөңгеленген және тактильді материалдан жасалынған, ұзындығы 168 мм, қалыңдығы 8 мм, салмағы небәрі 190 граммды құрайды. Артқы жағында біз камера блогын көреміз, вспышка және Poco жазуын таба аламыз. Артқы қақпағы жағымды және практикалық тұрғыдан ыңғайлы әрі матовый болып келеді. Сол жақта дыбысты реттейтін және қосып сөндіретін батырмасы орналасқан, сонымен қатар ол саусақ ізі сканері болып келеді. Оң жақта біз екі сим картасы мен қосымша SD-ға арналған науаны табамыз. Жоғарғы жағында стандартты 3.5 джек аудио ұясы орналасса, ол шынымен керекті зат. Ал астыңғы жағында микрофон, Type-C разъемы және бір динамик орналасқан. Ал техникалық тұрғыдан бұл смартфонда не бар екен? Poco C65 смартфоны 12 нанометрлі 8 ядролы MediaTek Helio G85 процессормен жабдықталған. Меніңше осы баға сегмент үшін қуатты процессор болып келеді. Бейне үдеткіші Mali G52, жедел жадысы 8 гигабайт, бірақ жадының кеңейту технологиясы арқасында жүйелік жады көлемін қосуға болады. Ішкі жадысы 256 гигабайт. Дисплейге келетін болсақ, 6.74 дюймді және 1600x720p болып келеді. Ажыратымдылығы өте жоғары болмаса да, бір жағынан артықшылық болуы мүмкін. Өйткені смартфон бағдарламалар мен ойындарды HD+ арқасында жеңілдірек болады және бір зарядтаудан ұзағырақ жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Сонымен қатар экран өте жарқын, контрастты және ең бастысы экранды жаңарту жылдамдығы 90 Гц болып келеді. Бұл сөзсіз мобильді ойыншылар үшін артықшылық болады. Сонымен қатар смартфонда көзді шаршаудан қорғау технологиясы бар, бұл өте маңызды деп ойлаймын. Онымен қоса Poco C65 5000 мАh аккумулятормен жабдықталған және 18 Вт жылдам зарядтауды қолдайды. Сондықтан бұл смартфон күні бойы сізге қызмет етуге дайын бола алады. Смартфонда Android 13 жүйесі және тамаша MIUI 14 пен жабдықталған. Қуанышқа орай NFC, Wi-Fi, Bluetooth және тағы сол сияқты барлық қажетті заманауи технологияларды қолдайды. Әрине, әр смартфонның маңызды жағы ол оның фотокамералары. C65 смартфонның артқы жағында 3 модульден тұратын әдемі камера блогы бар. Негізгі камерасы 50 мегапиксель, макро модулі 2 мегапиксель, алдыңғы камерасы 8 мегапиксельді құрайды. Сондай-ақ камералар жасанды интеллект қолданылған әртүрлі функцияларға ие болып келеді. Видеоға келетін болсақ, смартфон тек максималды 1080p және 30 кадр секундына түсіре алады. Сондықтан
сондықтан ажыратымдылық пен жиілікті жақсы көретін жанкүйерлердің көңілі кішкене қалуы мүмкін, бірақ та тұтастай алғанда смартфонның камерасы өзінің баға сегментін үшін қойылған барлық тапсырмаларды жақсы орындайды. Ал енді Poco C65 ойындарда өзін қалай көрсетеді екен? Көрейік. Сөйтіп біз смартфонмен 1 сағаттай түрлі ойындарды ойнап, ешқандай комфортсыз жағдайға тап болған жоқпыз. Керісінше, бұндай дисплейде және 90 Гц жиілікпен ойындарды ойнау сізге тек қана комфорт сыйлайды, және ең бастысы көп уақыт бойы ойнасаңыз да аса қатты қызбай сізге ешқандай ыңғайсыздық келтірмейді. Сөйтіп достар, осы смартфон туралы айтып кеткеннің барлығын ескере отырсақ, мен Poco C65-ті стильді әрі универсалды құрылғыны қажет ететін жастар үшін тамаша шешім деп ойлаймын. Ал жадының үлкен көлемі, жақсы техно жабдықталуы мен әр күнді онымен бірге өткізуге жағымды смартфон деп санаймын. Ал енді көлемді батареясы мен жылдам зарядтауы болса, достармен бірге мобильді ойындарды сағаттап ойнауды ұнататын және сонымен қатар розетканың қасында отыруды ұнатпайтындарға бұл маңызды факторлардың бірі болады деп ойлаймын. Сондықтан бұндай адамдарға Poco C65 менің ойымша арзан бағадағы жақсы дос бола алатын смартфондарының бірі. Poco C65-ті Белый ветер электроника және компьютерлік дүкендер желісінде небәрі 59.990 теңгеге сатып алу мүмкіндіктеріңіз бар, және менің ойымша бұл мұндай смартфон үшін керемет баға. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Бұл смартфонды бұндай бағаға таңдаушы ма едіңіздер? Сонымен қатар комментарияның қасына ID-ді қалдыру ұмытпаймыз. Өткен келесі Технопро рубрикада мен рандом арқылы тағы бір адамға 5 алма сыйлайтын боламын. Назарларыңызға рахмет. Әрқашан Кубромен бірге болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сәттілік.